Дінге қалай келдім? Дінге 2013 жылы бірінші курс студенті болып жүрдім. Шаштараз мамандығы оқып жатқан кезде құрбымның ықпалымен намазға келдім. Өзім негізінде жетімдер балалар үйінде өскенмін, тәрбиелендім. Сол жетім балалар үйінде құрбым бірге намаз оқып жүрді. Сол құрбымның намаз оқығаны, киінгені маған қатты ұнады. Сосын құрбым айтты, мен де намаз оқып көрейінші деп, маған да ұнап тұр осы сен ұстанып жүргенін деп. Ол үйретті. Ол тек маған 5 уақыт намазды қалай оқу керектігін үйретті. Басқа ешқандай бір үйреткен жоқ. Бірінші курс студенті болып жүріп, сол бірінші 17 жасымда намазға келіп бастадым. Абу Ханифа мазхабымен оқып бастадым. Ол кезде намаз оқып жүрдім. Құрбылармен жүрдім. Сосын 2 айдан кейін құрбым келді. Құрбым айтты, осылай бір ер азамат бар, әйелдікке іздеп жатыр деп. Сосын ол айтты, именно осы жетім өскен қыз керек оған деп. Ата-анасы жоқ, жетім. Ойында хидба деп айтады ғой, нелерде, арабтарда хидба деп айтады. Кездесу, свидание, типа хидба деп айтады оларда. Сол жасап көрсейші, ұнатып жатсаң, онда неке қия саласың деп. Бардым, хидбаны жасадық, бірақ та менен бір келісім деген болған жоқ. Өзара болды, қыз ұнады, болды келістік, бір аптада неке қиямыз деп өздері между собой шешіп алып. Менде бір андай жоқ, мен қимайын, жоқ, ұнаған жоқ деген бір сөздерді айтпаппын ол кезде, білмеймін неге айтпағанымды. Сол бір аптадан кейін некемізді қидық. Жоқ, ондай ұнату деген болған жоқ. Мен даже ол кісіге қараған да жоқпын. Білмеймін неге екенін, аяқ астынан сол қиямыз деді. Или мен жатақханада жаттым, жатақханада маған кішкене қысым болды. Бәлкім судан қашып кету мақсатында неке қиған шығармын деп ойлаймын. Бірде неке қиғаннан кейін сол күні бетіме нихаб тақты, қап-қара жамылдырып қойды. Не үшін тағып жатсың деп мұндай сұрамаппын. Сосын құрбыларым келіп бастады, мә күйеуге шығыпсың деп құрбыларым құттықтай келеді ғой. Олар да тоже жоқ, құрбыларымен араласпайсың, олардың ұстанып жатқан ұстанымы бөлек, біздікі бөлек, болды сен ханафи мазхабын ұстанбайсың, сен бөлек ұстанасың деп өзі кітаптарын алып келді, кітаптарын оқытты. Үйде даже телевизорде қаратпайтын болды, өйткені телевизор қарауға болмайды, ол жақта саған бір керек ақпараттар жоқ, өтірік, бос уақыт алады деп бүткіл үйде телевизордың бәрін алып тастады. 2014-тің қаңтар айында бірінші ұлымды дүниеге келдім, босандым. Сол кезден бастап ол уже Сирияға жол іздеп бастап жатырған екен. Мен бала кезімде көрген қиыншылықтардан кейін, может, сол кісіден бір жылулық көрдім ба деп ойлаймын, білмеймін. Андай кішкене бір өзім түсіне алмадым, сол не үшін сол кісімен тұрдым, сол 5 жылдай сол кісімен тұрдым ғой. Оқуымды тастадым, оқытпады, өйткені мен бетімді жапқаннан кейін апайлар айтты, олай кіруге болмайды, орамалмен оқымайсың, оқитын болсаң орамалыңды шеш деді. Бірақ мен жалғастырғым келді, күйеуім айтты, жоқ, оқымайсың, болды сен оқудан шығасың деп. Оқудан шықтым. 2014-тің қаңтар айында баламды босандым. Сол кезден бастап ол уже Сирияға жол іздеп бастады. Айналамызда кейбір таныстарымыз уже Сирияға кетіп қалғандарын естіп жатырдық. Сирияға деп нақты естіген жоқпыз, бірақ та кетіп қалыпты, жоқ болып кетті деген естідік. Сосын 2014-тің жаз айында YouTube каналында бір видео таралды. Сол Сирияда отырып, қазақтар дастархан басында бала шағасымен осында келіңдер, Сирияға, мында мұсылман мемлекеті құрылды, мында барлығы жақсы, сен өз дініңді еркін ұстана аласың, ешкім саған қарсы болмайды, сен бетіне нихабыңды ұстана аласың, әйелдерге қысым жоқ, жақсы, мында келіңдер, соғыс жоқ деп бізді шақыра бастады. Біз сол видеоны көріп, күйеуім айтты, болды, біз Сирияға кетуге дайындаламыз, бірақ ешкімге айтпа деді, жасырын болсын деп. 2014-тің ноябрь айында біз уже сол кезде мен үкіметтен үй алғанмын, жетім тарап санатынан үй алып, Аққыстау қаласында тұрдық. Сол жақтан Аққыстаудан баламды алып, киім дайындалып, Аққыстаудан Астраханға таксимен бардық. Астрахан жолынан границаны өтіп, ары қарай Турцияға ұшып бардық. Турциядан біз адамдар күтіп алып, өздерінің адамдар болып, Осман деген бір жігіт күтіп алып, бізге сол жаққа қалай бару керек, ол жақта кім күтіп алады, соның барлығын түсіндіріп бізге айтты. Сосын қателеспен таңда сияқты біз барлығымыз сол Сирияның границасын өттік, незаконно өттік. Әскерлер болды, қашып, тығылып, сол границаны өтіп кеттік. Қолымда 10 айлық балам болды.
Границаны өткеннен кейін бірден 2 машина келді. Бір машинаға еркектері салды, бір машинаға әйелдері салды. Барлығымыз бөлек кеттік, жолдасым бөлек кетіп қалды. Ол кісі қайда кеткенін мен мүлдем білмеймін. Мені алды да бір Дағыстандардың үйіне әкеліп тастады. Дағыстандардың үйінде бір бөлмеде 3 әйел болып тұрдық. Олар да мен сияқты бірге келген әйелдер болды. Сосын 3 күннен кейін, қателеспесем, жолдасым келді. Ол уже қолына автоматын ұстап алған. Қуанып, болды, біз осында келдік, біз осында қаламыз, мында деген күшті деп қуанып сөйтті. Бір-екі сағатқа келіп, баласын көрісіп қайтып кетіп қалды. Келесі күні далада үй салына баламды ауа жұтып жүрген кезде бір арабқа әйел жүгіріп келе жатыр, маған арабша бір нәрсе сөйлеп жатыр. Мен не айтып отырғанын түсініп жатқан жоқпын. Оказывается, бомба түсейін деп жатыр, самолет ұшып келе жатыр, үйге кір, қаш деп маған айқайлап жатыр екен. Мен оның айқайлағанын түсінбегесін, далада тұра бергенмін ғой. Соң жақын жерге бомба лақтырды. Мен қорқып, үйге жүгіріп, балам деген шыңғырып жылап жатыр. Мен де жылап жатырмын, қасымда адамдар жоқ, кімге айтамын, түсіндіре алмай. Сосын күйеуім келген кезде айттым, болды, мына жақ сен айттың ғой бізге соғыс жоқ деп. Бізге соғыс айтқанда ол басқа жерде болып жатыр, именно біз тұратын қалада соғыс жоқ деп айтты ғой бізге деп, мынау не деп. Сосын күйеуім айтты, біз келдік па, болды, біз Аллахтың діні үшін біз сабыр етеміз, біз о жақта өлсек біз жәннатқа түсеміз, бізге жәннат бағанағыдай уәде етілген деп сондай айтты. Сол Ракка деген қаласына бірден келдік. Ракка қаласынан кейін біз Шаддат деген қалаға аудардық. Сол жаққа бардық. Сол жақта бір жыл жарымдай сол жақта өмір сүрдік. Бара салысымен жолдасым олардың өздерінің бір айлық діни сабақтарын үйретті, өздерінің идеологияларын үйретіп, одан кейін бір ай военный сабақтар үйрететін болды оларға, уже соғысқа дайындайтын болды. Мен үйде жалғыз баламен, сосын соғысқа кетті. Бірінші соғысым мен деп соғысқа кетті. Бір сөзбен айтқанда, мен жолдасым сол жаққа баруды аңсады, және мен жылағанымды, баламның жылағанын ешбіреуін елеген жоқ. Мен барам, болды, мен мақсатыма жетті, мен осында шахид боламын, мен осы жақта өлем, маған жәннаттық деп басымен сол жаққа кіріп кеткен болды. Ол кезде жасы 19-да болды. 94-ші жылғы бала. Жап жас. Жарақат алып келеді, үйде жатады, бір аптадай жатады, жарақатын емдейді де қайтып жүгіреді соғысқа, мен соғысамын деп. Қазір мысалы келді, елге оралды, түрмеде отыр, бірақ та бір аяғы жоқ, бір почкасы жоқ, сондай инвалид болып келді, саусақтары жоқ қолында. Сол жақта жүрген кезде ол бана екінші әйел алып бастады. Екінші әйел алып дегенде осы Орал қаласының Украин ұлтынан бір қызды алды. Сол қызды алғаннан кейін бірден мен сол жақта жүріп 3 бала дүниеге келдім. Сол екінші алғаннан кейін маған деген менімен ажырасып кетті ол кісі деген. Керек емес дедім, қызық емес болып қалдым дедім, түсінбедім неге екен. Өзім қалдым 4 баламен. 3 балам қолымда болды да, кенже қызыма аяғым ауыр болды, 2 айлық. Сосын қолымда 2 жастағы балам ауырды қатты. Өйткені біз аштықтың кезінде болдық. Медицина жоқ, баламда кишечный инфекция деген бір диагноз қойды. Нақты сол диагнозбен қайттым, мен түсінбедім. Балам қатты ауырып, больницаларға жүгірдім, балаға көмек сұрадым. Бірақ та ол жақта медицина дамымаған ғой. Сосын екі жастағы балам қайтты, үйден болғанда, өткен ол жақта уже больница болған жоқ. Маған айтты, уже бұл балаға біз ешқандай көмек бере алмаймыз деп. Болды, ол бала қайтты деді. Таңертең ұйқыдан тұрғанда уже бала деген андай состояние болды, отырсаң отырмайды. 2 жастағы бала күшті болып жүріп жүрген бала еді, бірақ та бірден жатып қалды. Больницаларға тасыдым, әкесінен көмек сұрадым, маған көмектесші деп. Мына бала деген, мен уже не знаю, не істерін білмей жатырмын балаға деп. Ем жоқ деп. Әкесінің қанын құю керек, переливание крови жасау керек деп. Әкесін шақырдым, сенің қаныңды сұрап жатыр, көмектесші дегенде, бірақ әкесі де келген жоқ. Таңертең ұйқыдан тұрған кезде уже балада андай состояние болды, отырмайды,
көзқарасы мүлдем басқаша болды. Кешкі уақытта балам қолымда жан тапсырды. Баланы жерлеуіне де әкесі келген жоқ. Басқа ұлттың арабтары келіп алып кетті баламды қолына. Қайда жерледі, қалай жерледі, мұнымды көрген жоқ. Бұл жақта медицина дамымаған, больница бар, бірақ медицина дамымаған. Менің балам 10 айлығынан бастап ауыра бастады. Біз қалай жолдасымен ажырасып кеттім, содан кейін ауырып бастады. Жатып қалды бала деген, тұрмайтын болды. Мен врачтарға апаратын болдым, бірақ ол жақта нақты педиатр деген мамандық жоқ та. Мысалы, хирург келіп қарап кете алады баламды. Балам ауырып қалды. Біз бұны ажырастық, сосын мен жатақханаға аударды. Үйден шыға жерде ажырасқан, күйеулері қайтқан, сөйтіп жатақханаға жіберді. Сол жатақханада уже балам құсып бастады, іші өтіп бастады. Сосын мен оны алдым да больницаға апардым. Больницаға апарған кезде ол жақта үлкен кабинет, и ол жақта адамдар толып жүреді. Біреу система салып жатады, біреу система алып жатырады, андай кілең әйелдер болды. Сол бір врач әйел адам жүрді, сирийка деп айтады, сирияның адамы. Соған жолықтым, осылай мен балам құсып жатыр, іші өтіп жатыр. Сосын система салып бастады. Уже қатты іші өткеннен бала уже арықтап кеткен ғой. Система салып бастады, бірақ ол система салғаннан тамырын таба алмады баланы деген. Тамырын таба алмағандықтан баланың бүткіл денесін тесіп тастады. Соңында мойнынан тамырына бір система салды. Осы системадан жақсы болады деп айтты, іші өтуі кетеді деді. Система салғанын күттіп, үйге алып келдім, дәрілер жазып берді. Сол дәрілерді сатып алдым. Сосын үйге келгенде бірақ та іші өтуге қойған жоқ. Қайта іші өте берді. Қандай бір тамақ жесе де іші өтіп кетеді, құса беретін болды. Сосын қайтып бардым. Келесі күні қайтып бардым да айттым, осылай тоқтамай жатыр, сіздің берген системаңыз пайдасы тимей жатыр бұл балаға деп, бұл одан сайын хуже болып жатыр, нақты сол системаны салдыңыз ба балаға деп, может сіз одан да хуже жасайтын нәрсе салған шығарсыз деп. Сосын қарап бір еркек адамды шақырды да келіп қарады, айтты, бұған қан құю керек бұл балаға деді. Әкесінің қаны керек деді. Ол жақта андай, мысалы, сен қанын оғанмен сәйкес келе ма, келмей ма қарамайды, ол жақта дамымаған ғой. Әкесінің қанын алып келіңіз, сол кісінікін құямыз деді. Нақты болды, осыныкін құямыз деді. Мен айттым, ол кісінікі сәйкес келе ма, мен білмеймін ғой. Бұл баланың қанын группасы қандай екенін мен білмеймін дегенде, әкеле беріңіз, ешқандай бағанағыдай зияны болмайды, құя береміз деді. Одан әкесін іздеп бастадым. Ол жақта телефон жоқ, WhatsApp-тан жаза салу деген жоқ, телефон соға алмайсың. Адамдан рациялармен бірдеметі шығып, әкесін іздеп бастадым. Әкесі соғысқа кетіп қалған, әкесі жоқ, келген жоқ, таба алмады ол кісіні деген. Одан қан құйылған жоқ содан. Өйткені әкесі болған жоқ, и басқа кісілердің қандарын құяйық деді. Мен айттым, жоқ, ол кісілерге құймаймын деп. Мен рұқсат берген жоқпын құюға. Өйткені мен қандай ауру, одан да асқындырып аламын ба деп қорықтым да. Сосын мынадай тағы да системаға жазып берді, дәрілер жазып берді. Сосын уже аштық болды. Аштықтың кезі ғой, бала деген тамақ іше алмайды, тамақ жоқ беретін. Бір күн бала жақсы болып жүреді, жақсы болып тұрып, ойнап, келесі күні қайтып жатып қалады бала. Уже андай бізді қатты бүйтіп қысып тастаған кез ғой, уже соғыс жақындап жатыр, и біз қысып тастады, медицина жоқ, врачтар ешкім жоқ, и уже все, балаға ешқандай көмек бере алмаймыз деді. И уже баланы үйде ұстайтын болдым, үйге қайта жіберді. Уже мен үйде баламның бағанағыдай өлейін деп жатқанын көріп отырдым ғой. Еш нәрсе істей алмадым балаға. Ешқандай көмек бере алмадым балаға. Өйткені врачтар жоқ, бәрі қайтқан, даже тірі болса да дәрілер жоқ, уже барлығын бағанағыдай бомба лақтырып тастаған, бомба түскен үстеріне дәрілердің бәрі жоғалып кеткен. Біз оған ешқандай дәрі бере алмаймыз деді. Сосын дәрі болса да сатып аласың деді. Ол дәрілер сатып алу үшін көп ақшалар сұрайтын болды. Ондай ақша менде қолымда болған жоқ.
таңертеңгі уақытта біз ұйқыдан тұрдық. Ұйқыдан тұрсам, балам тұрғызып жатырдым ғой. Отырмайды бала. Қайта құлап кете беретін болды. Денесі жансыз сияқты болды. Көзі жұмыс тұрды. Сосын жатқызып қойдым, су шашып, шақырып есіммен. Кішкене көзін ашқандай болды да, уже көріп тұрмын, әлсіз бала деген, күші жоқ. Сосын құттай именно сол балаға сүт алып қоятын болдым. Тек сол балаға сүт беретін дейді. Сол сүтті езіп балаға берген кезде бала ішкен жоқ. Жақсы құттай ұйықтай тұрсын, кішкене оятамын ғой дедім. Обедтің уақыты болды. Бала тұрды ұйқыдан, сүтін ішіп алды, суын ішіп алды. Сосын ішіп өтті. Ішіп өткенде бір мындай болады ғой, ішінде бүткіл нәрсесі, жаман нәрсе шығып жатқандай болды. Өйткені баланы жуындырып жатырған кезде тоқтамастан кетті баланыкі деген. И мен іштей сезіп тұрдым да, что бала уже все, кетейін деп жатыр деп. Жуындырдым, баланы жуындырып, дайындап, сол көзін жұмғаннан соң оянған жоқ қой бала. Аяғынан бастап салқындай бастады баланың денесі. Намаз оқыдым да, Аллахтан дұға еттім. Балама көмектесші деп. Балам жанын алып қалшы Алла деп. Менің кесірімнен балам осылай қиналып жатыр. Менің ақымақтығымның кесірінен балам қиналып жатыр. Баламды қинамашы деп дұға етті бала. Намазын оқып болып балама қараған кезде балам жаны шығып кеткен. Қасымда балдар бәрі көріп, жылап, көрші палатың арабтары келіп, қайттым, осылай балам қайтты деп, баламды жерлеу керек, балам қайтты дедім. Жуындыр баланы деді. Өзім жуындырдым. Су қойып баламды жуындырып. Менде не болып қалған ғой, баламды киіндіріп, сөйтіп, баламды алып жатқан кезде үстіне қалың одеяло жап, балам тоңып қалады қазір деп. Салқын ғой, балам тоңып қалады деп. Қалың одеяло алып кетіңізші баламды деп. Алып кетті. Мен айттым, мен барып көрейінші балам қай жерге жерленгенін. Мен әкесі жоқ, мен қайда жерленгенін білмеймін ғой. Мен түнде ұйықтағанда мама деп балам айқайлап, қатты стрессте жүрдім. Қасымда ешкім жоқ. Кілең арабтар, тіл білмеймін, балдарым аш деп. Осы Атыраудың бір қызы келді, бір аптадан кейін қасыма келді. Соны көріп, ішімдегі шығарғандай жылап алдым. Мен қатты қиналып кеттім деп. Баламның қабіріне барғым келіп тұр, сағынып кеттім баламды деп. Айттым, әкесіне де хабар жетті ме, әкесі біле ме осылай болып жатырғанын деп. Білет деді, әкесі білет. Сояқта баламды, 2 жастағы баламды жоғалттым. Қызым дүниеге келді, барлығы өзім жасадым. Қатты аштықпен сыналдым. Балдарым 3 күн деп тамақ ішпеген кездерде болды. Таңертең ұйқыдан тұра салысымен балдарымды үйге тастаймын да өзім. Үй дегенде үй емес, палатка ғой, палаткада тұрдық. Жердің астынан қазған, үй сияқты қазып берді, сол жерде тұрдым. Таңертең ұйқыдан тұра салысымен кетемін тамақ істеп. Әрбір адамдардың үйлерінің есіктерін соғып, маған тамақ керек, бір кусок нан беріңізші. Балдарым өте аш деп. Біреулер береді, біреулер бермейді. Обедке дейін жүремін тамақ істеп. Одан обедте үйге келіп, балдарым аман ба, сау ма деп қарайын десем, балдарым жатады. Күш жоқ балдарымда. 3 күн тамақ ішпеген, үйде тұз да болған жоқ. Тым болған жоқ үйде жейтін. Әкесіне бардым, маған көмектесші деп. Маған көмек бермесем, балдарға көмектесші, бұлар аш деп. Уже балам қайтты. Оған білмеймін, бір ақпарат жеткен. Вероника деген үстіне бомба түсті, и барлық балалар қайтты, өзі де қайтты, тек бір бала тірі қалды деп. Мен үлкен балам, диагнозы бар бала, ДЦП-мен ауырады. Мен оны Қазақстанда болған кезде, мен ода диагнозы бар екенін деп байқамадым балада. Анда барғаннан кейін баламда ДЦП диагнозы болды. Тек қана сол бала тірі қалды, қалғандар бәрі қайтты. Вероника да қайтты. Мына баланы алатын адам керек деп біреу жалған айтып барған ғой, білмеймін кім екен. Сол кезде ол айтқан, маған ауру бала керек емес деп.
кімге берсеңдер бере беріңдер, басқа біреу асырап алып кете берсін деп айтқан ғой. Соны естігеннен кейін андай қатты өкіндім. Білмеймін не үшін мен бұл кісіні таңдадым, әке ретінде деп. Балдарыма обал. Вроде әке деген баласы үшін жаны шығып тұру керек. Баласы жақсы, маған мені құтқармай ақ қойсын, бірақ балдарды құтқарып алышу керек қой деп қатты іштей өкіндім. Ода тоже мені мына әйелдік ағаларда әдейі сондай жетім қызды іздеген ғой. Артында қорғайтын ешкімі жоқ, ағасы жоқ. Оны ешкім іздемейді деп, анда барса да ол ұшып кетсе де оны іздейтін адамы жоқ деп. Әдейі жетім қызды іздеген. Бірақ та ол жақта жүргенде өзім жол іздеп, курттар бізге жол ашып берді. Сол жолмен шығып, 3 баламды алып шыққан кезде бізді Аль-Хул деген лагерьге жіберді. Мен барған кезде менде сондай ой болды, қайту керек қой деп. Өйткені баламды, үлкен балам ауыратын бала екенін мен білдім. Маған айтты, мына бала кішкене диагнозы бар сияқты деп. Бірақ нақты ДЦП екенін маған айтқан жоқ та, бірақ та бұл бала дұрыс жүрмейді, 2 жасында бала жүрмейді, отырмайды, дұрыс сөйлемейді, ата-анасын дұрыс танымайды. Бұл балада бір жері ауыратын екен көрініп тұр деп маған айтты. Ол жақта дәрігерлер болмағасын мен айттым, қайтайық, неге үйге қайтайық деп. Жақсы, сен бармасаң бармай ақ қой, бірақ мені бір баламен өткізіп жіберші, мен бірдемеде жол тауып берші, мен кетіп қалайын деп. Өйткені мына баланы уақытында емдеу керек. Бұл баланы көрініп тұр ғой, басқа балдар сияқты емес, бұл мүлдем ерекше бала деп. Бірақ та жоқ, қаласын осында біз келдік, артқа барар жол жоқ. Өлсек бірге осы жақта өлеміз. Бізді Аллах тастамайды, бізді Аллах бүйтпейді деп сөйтіп айтатын бұл. Біз бір ауылда тұрдық, ауылдың атын ұмытып қалдым. Сол кезде бізге айтты, мына курттың әскерлері жол ашып жатыр бізге деп. Жол ашып, бізге сол жақтан шығып кетуге мүмкіндік беріп жатыр деді. Сол жақтан біз кетуіміз керек деп. И мен сразу шықтым. Жол өте қауіпті болды, өйткені олар бізді машинаға салып алып бір жаққа алып кетті, курттар деген. Көп әйелдерді. Қатты қорқыныш болды, нақты бізді сол бізге жол ашып жатыр ма, или бізді бір жаққа алып кетіп өлтірейін деп жатыр ма, қайда алып бара жатыр. Менде қатты андай қорқыныш болды, бірақ та осы жақтан шығып кетейінші деп, бәлкім жол табылып қалар деп. Үлкен бізді КамАЗға тиді, барлығымызды ауылдан КамАЗға тиді. Сол КамАЗдан бізді Айдалаға апарып тастады. Айдалаға біз сол жақта қондық, далада шөптің үстінде жатып қондық. Сосын келесі күні біз үлкен андай КамАЗдар болады ғой, арты полностью жабық, грузовой машина сияқты. Сондайға бәрімізді салды да есігімізді жауып тастады. Соның ішінде отырдық, бір 15 сағаттай жол жүрдік. 15 сағаттай жол жүріп, бізді ашқаннан кейін біз Аль-Хул деген лагерьге келген екенбіз. Аль-Хулда курттың әскерлері болды және Американ әскерлері болды. Солар. Біз сол жақта тұрдық. Үлкен палатка. Кілең әйелдер, еркектер қайда екенін білмеймін, оларды бөлек алып кетті. Біз сол жақта тұрдық, 2 айдай тұрдық. Ол жақта жүріп, кейбір әйелдер мында ата-аналармен байланыста болғандар болды. Ата-ана байланысқа шығып, сол кезде айтып отыр, сендерді Қазақстан қайтып алып кетейін деп жатыр деп. Сондай жұмыстанып жатыр, алып кету мүмкін, сендер дайын болыңдар, алып кетуге барған кезде білмей қалмаңдар, келіңдер барлықтарын деп сөйтіп бізге қыздардың ата-аналары айтып отыр. Бірақ та мен өзім андай бір қатты сенген жоқпын, өйткені біз енді мына жақтан кетіп жатырған кезде сендер барлықтарын манағыдай елімізге сендер керек емессіңдер деп өзіміздің елімізді сатқандай болып кеттік қой. Сенген жоқпын келетін. Бірақ 2019-ның сәуір айында келді. МИТтің адамдары келіп, барлығы біздің палаткамызды ашып, қазақтар қайда, қазақтар қалып қоймасын, ешбір бала қалмасын, ешбір әйел қалып қоймасын деп. Өйткені ол жақта жетім қалған балдар өте көп болды, ата-анасы қайтқан балдар жетім. И оларды басқа ұлттың адамдары асырап алғандар болды. Өйткені біздің қазақтар алған жоқ та, басқа ұлттар алып кеткендер болды. Сол кезде бізге айтты, сендер осы жақтың жағдайын білесіңдер, кім қай жерде жатқандарын білесіңдер, бізге айтыңдар, ешбір адам қалып қоймасын, біз барлықтарын алып кетеміз деді.
бардық, біз данныйымызды, аты жөнімізді сұрап, точно Қазақстан азаматы ма, азамат емес па, қанша баламыз бар, барлығын жазып алып айтты, біз сіздерге уәде береміз, біз 2 аптадан кейін келеміз, алып кетеміз барлықтарыңды деп. 2 аптадан кейін келді, қолдарында список болды. Сосын бізге андай етіп айтты, осы Қазақстанда жүріп сендерді іздеген ата-аналарым, сендерді керек еткен адамдар болса, біз алып кетеміз деді. Яғни андай ғой, сендер осы жақта біреулер іздеген болса, біз сендер алып кетеміз сол адамдарды деді да. Мен енді жетім болғасын, менді іздейтін адам жоқ шығар деп ойладым да. Кім іздейді мені деп, мен ешкімге керек емеспін ғой деп. Бірақ келіп спискіне қараған кезде менің аты жөнім тұр сол жерде. Сол кезде жетімдер үйінің тәрбиешілері мені іздеген екен. Біздің осындай қызымыз бар еді. Теріс жолға түсіп кетті, теріс адамға жолықты, алдап Сирияға алып кетті. Сол қыз бізге керек деп. Сол спискіде мен тұр екен, балдарым мені алып Қазақстанға алып келді. Біз деген автобусқа отырып бара жатқан кезде басқа адамдар барлығы автобустың артынан жүгіріп, жылап, бізді де алып кетсінші Қазақстан. Өйткені басқа елдер бас тартқан өзінің адамдарынан. Қазақстан ең бірінші ел, өзінің елін тастамаған, бәрі жылады, бізді де алып кетсінші, біз де Қазақстан азаматы болғымыз келеді, сендерге қызығамыз деп. Мен андай келген кезде қатты қорықтым, бәлкім бізге теріс көзқараспен қарайтын шығар деп. Қорқыныштар болды, бірақ жоқ, біз ана жақтан күтіп алғаннан мындай келді, күтіп алды, бізге жақсы қарады. Біздің балдарымызға бетімізге басқан жоқ. Сен тастап кеттің ғой сен деп, мүлдем басқан жоқ та бетімізге деген. Бірақ келген кезде мен 3 жыл түрмеде отырып шықтым. Өйткені сол жақта жүрген кезде мені андай күйеуім деген бана нені үйретті. Қалай автоматты шашу керек, жинау керек үйретті. Өз-өзіңді қорғайсың, біреу не істеген кезде біреу келген кезде қорғайсың деп мені үйретті. Военный подготовка өткенім үшін ғой. 3 жылдай отырдым, бірақ келген кезде мен өзімнің жақта істегенімді, өз еркіммен барғанымды барлығын мойындап айттым, жасырған жоқпын. Өйткені мен жасыратын ешнәрсе болған жоқ та. Соның арқасында маған 3 жыл берді. Балдарым жетімдер үйінде болды. Өзім кезінде тәрбиеленген тәрбиешілерім балдарымды қарады. Сол директор да айтады ғой, өзім немеремді бағып отырмын деп. Өйткені ол директор кезінде мені бақты, қазір менің балдарымды бағып отыр. Аллаға шүкір, қазір балдарым қолымда, шықтым, балдарымды алдым бірден. Үлкен баламда диагноз бар, ДЦП деген. Баламды емдетіп жатырмын. Балаларым басында келген кезде қатты қорқыныш болды, қасымнан шықпайды, қорқады, далада ойнай алмайды. Мектепте балдармен контакт бара алмайды. Оларда қатты қорқып қалған ба, өз-өзінен ашыла алмайды, сөйлесе алмайды, еркін. Үлкен балам 5-те болды, екінші балам 3-те болды. Қатты андай менен қасымнан шықпайтын болды. Қорқып қалған ғой, далада самолет ұшып жүргенін естісе бірден жүгіреді, қасыма шыңғырып, жылап, түнде ұйықтап жатырған кезде андай қорқынып, шошынып оянатын болды балдарым. Бірақ та балдарым енді психологтар жұмыс жасады, психологтар өзіммен жұмыс жасады. Мен түрмеде отқан кезде 3 жыл бойы менімен осы шапағаттың психологтар жұмыс жасады. Сол кезде маған түсіндіріп айтты да, қай жеріне мен қателік жібердім. Өйткені біз анда барған кезде бізге сол жақтан сабақ үйрететін болды. Сол өздерінің сабақтары, өздерінің идеологияларын бізге үйрететін болды. Сол идеологияны егер де сен ол сабақты өтпейтін болсаң, уже саған андай жалпы ол жақта андай милиция деген, полиция бар, әртүрлі мына жақта мысалы қандай мамандықпен жұмыс жасадың, ол жақта тап сондай мамандықтар керек болды оларға. Нефть саласын жасаған болса, нефть саласына жібереді. Егер де полиция боламыз, барлық адам өзінің бір мамандықтарына керек болды. Егер де ол жақта сен бір жаққа қайтып Қазақстанға кетем, еліме оралам деп айтатын болсаң, біреуге айтуға болмайды. Өйткені
сені қамайды бірден. Бізде осы Атыраудың бір адамы болды, который семьясымен бірге қаш батырған кеше ұстап алған. Ұстап алды да, ана күйеуін публично барлық адамдардың көзінше ана атып өлтіреді. Сосын айтты да бізге, кім осылай кеткісі келеді, сендерді осы нәрсе күтіп тұр деп. Сол себепті ол жақта бір ашық, мен қайтып кеткім келеді, мен қорқам, мына жақтың ақидасы дұрыс емес деп айта алмайсың ешкімге. Жолдасым кешкісін келетін болды, мен айтатын едім күнде жылап, балдарым қорқынышты деп, кеткім келеді деп, бірақ та андай елемейтін болды сөзімді. Соңына дейін сенді. Білмеймін, енді қазір түрмеде отыр ғой, әлі де сенетін сияқты. Өйткені мен балдарыма байланысқа шығады, WhatsApp арқылы сөйлескісі келеді балдармен. Басында қатты ренжідім, өйткені мен тастап кетті ол жақта. Менің баламды, ауырып жатқан баламды тастап кетті. Қайтқан баламды жерлеген жоқ деп қатты ренжідім. Ондай жалынды да балдармен сөйлесейінші деп. Балдармен сөйлестірмейтін болдым, өйткені сенің әлі сол идеологияда жүрсің. Сен сол идеологиямен балдарыма үйретесің. А мен не хочу, что мен балдарым ондай нәрсені көрген. Мен көрген нәрсе, мен балдарым көрген қаламаймын. Мен балдарым еркін өскенін қалаймын. Мысалы, мен құттай қызым бар, 5-6 жастағы қызым бар. Ол қызға орамал таққыз дейді. Ол қыз мектепке барғанда орамалмен барсын, далада жүрген орамал кисін деп маған айтады. Мен айтамын, жоқ, мен ол қызға таққызбаймын. Өйткені ол қыз әлі құттай, ол түсінбейді, ол дін деген нәрсені түсінбейді. Ол тек далада жүріп ойнайтын бала, ол ойынның баласы деп. Мектепке барғанда да мен оны орамал таққызбаймын. Мен ол балаға оқытам. Ол бала білімді болып шыққанын қалаймын. Мен анасы диплом алған жоқ, анасы ешқандай мамандық алған жоқ та, бірақ мен балдарым ондайға мен сияқты бағанағыдай теріс жолға түсіп кеткенін мен жол бермеймін деп айтатын. Бірақ ол әлі күнге дейін андай айтады да, балдарға қатысты бір нәрсе айтқысы келеді маған. Олар лагерьде болған жоқ, олар деген бір түрмеде отырған екен. Сол қазақстандық адамдар сол түрмеге де барып алған ғой барлығын. Біз Жусан 2, Жусан 3, Жусан 4 деп бөліндік қой. Біз Жусан 2-мен келдік. Жусан 2-де Жусан 2-ның 2 потобы болды. Сол біз бірінші потопта менім және ол кісінің списокке сол кісілер тіркелген ғой. Мен және екеуміз бірге. Біз екеуміз бір самолетпен ұшып келдік. Біз келген кезде мені бірден түрмеге қамаған жоқ. Біз 17 күнде Ақтауда болдық. Ақтауда ауылады бірден түрмеге алып кеткен. Түрмеде әлі отыр, 11 жылдай берген. Банағы әйел ол деген Оралда өз келген бойда ажырасып кеткен екеуі. Басында андай балдарын кейбір сол жақта болған моменттерді есіне алатын болды. Ама білесің ба, біз осындай болды ғой, бір нәрсе жарылып жатырды ғой қасымызда, немесе мен қатты аш болдым ғой деп. Қазір шүкір барлығы ұмытты. Мүлдем еске алмайды. Біз бана Аль-Хол деген лагерьде болған кезде үлкен балам 5 жасында дұрыс жүре алмайтын болды. Жүргенде ақсақтап жүреді, аяқтар кішкене қисықтау бала. Ол жақта андай арабтар таңертең кешке нан тасиды. Барлық лагерьде аралап жүріп нан таситын болды. Сол бізге 3 күнде нан келмей қалды. И уже біз нансыз отырып қалдық. Кішкене аш болдық, нансыз отырып қалдық. Сосын мен палаткаға шығып кеткенмін ғой, бана тамақ іздеуге шығып кеткен кезде машинаға кірген, нанның машинасы. Олар микрофонмен айқайлайды, нан деп арабша. Сол кезде мен жүгіріп үлгерген жоқпын. Палатканың жанынан қарасам, балам жүгіріп бара жатыр екен, үлкен балам. Жүгіріп бара жатыр да, и сол үлкен топ адамдар, бір машина тұр, и балалар деген топ тұр, бәрі әйелдер, бала шағалар. И мен қорқып тұрмын, ана балам ана тапталып қалады деп. Бірақ жоқ, кірді арасына. Нанды алады да, лақтырады да, барлық жерге лақтырады да, и кетіп қалады. И сол кезде адамдар жүріп бәрі алады. Кто успел, сол алады деген сияқты ғой. Бірақ балам ішінен кіріп алып шықты ғой нанды деген. Сонда қыздар айтады да, білесіз ол қалай жасаған дейді. Ол ана 3 нан, лаваш сияқты нандар ғой. Сол 3 нан үстіне жатып алды дейді ана бала. Жатып алды да ешкімге берген жоқ дейді. Жатып алғанды, қысып алған нанды ешкімге күткен екен, басқа адамдар тұрып кетіп қалған. Соңына не жатқан, тұрып, сол нанды алып келе жатыр ғой маған деген. Мама, нан деп. Андай
сосын тағы бір момент болды. Біз бір араб бізге бір роллтон берген ғой, бір пачка роллтон берген. Ал маған мен неге кеттім, қойды сойып жатырмыз деді. Сол қойды етін таратып жатыр. Соған мен ет алуға кетіп қалдым. Жүгіріп етті құттай алайыншы деп. Сол адам санына қарап құттай кусочек ет берді. Сол етті алып мен үйге келе жатсам, үй дегенде бізде андай жердің астына қазылған сияқты үй болды ғой. Келсем, үлкен балам алдында құттай қызымды отырғызып қойдым. 9 айлық болды, 2 айлық па 3 айлық қызым отырсын. Қасында інісі бар, үшеуі отыр екен. Қолдарына құттай қандай неде роллтон ұстап тұр, пакетте. Кім берді, кім әкелді, кімнен алдың деп сұрап жатырмын. Осында айтып жатыр да, осында бір аға берді маған деп. Өздері құттай жегенде сол роллтонды жартысы маған алып отыр екен. Мама жеді ғой деп. Сол таң қаламын да, 3 күн тамақ ішпеген бала мамасын ұмытпай отыр ғой. Мамасы да беріп отыр. Мама жеді ғой деп. Сондай андай баламның сол жақта жүріп андай есейгенін көрдім да. Қазір де андай бала, мен бір жаққа кетіп жатқан кезде андай қарай береді, қайта айтып, мама қайтып келесің ба, мама кетіп қалмайсың ба деп. Түрмеде отырған кезде де біз байланысқа сөйлесіп отырдық баламызбен, видеозвонокпен сөйлесетін болдық. Сол кезде баланың андай көзіне мұң, мама қашан келесің, мама сағындаймын деп. Сондай қатты өкінем бар ғой, сол кісінің таңдағаныма, сол жаққа кетіп қалып, балдарым бүткіл мына балалығын бүлдіргенім үшін 5 жыл қиналып өттік. Тек қана мен емес, мен балдарым да бірге қиналды да. Бала деген өсу керек, ойнау керек, ойынның баласы, бірақ мен ол жаққа соғысқа алып бардым да. Соғысты көрген бала ғой ол деген. Менімен бірге, біз осы комнатта отырса, келесі комнатаға бомбалар түсіп жатыр. Сол кезде бала қасымда отырды. Кейде ойлаймын, может, мен сол баланы ауру қылдырып алған өзімнің кесірімнен шығар деп өз-өзімді кінәлаймын да. Бәлкім ол бала деген осында қазақстанда жүрген кезде уақытында ем беруге болатын бет деп сондай қатты андай не істеймін. Өкінем. Босқа 5 жыл өмірімді бүлдірдім, одан келдім, 3 жыл балдарым қасында болған жоқпын, балдарым қатты қиналды. Мен қалай жетімдер үйінде өстім, балдар да мен ізіммен келе жатыр да, олар да жетім болып өсіп келе жатыр. Мен 12 жасымда мама емес, мектеп мұғалімдері тапсырып тастады. Өйткені мен мамам ішетін кісі болды, мені қарамаған. Мен 5-ші сынып оқып жатқан кезде мама тапсырды. Мама емес, мектептің директорлары тапсырды. Жетімдер үйге түскеніне мен қатты қуанамын. Өйткені мамамның қасында жүрген кезде мен қатты қиыншылықтар көрдім. Маманың адамдар мені соғатын болды, мені қинайтын болды. Мамамен бірге ішетін кісілер ғой. Мама деген ішеді, мені әрбір жерге тастап кетеді. Ол кісілер мені араққа жұмсайды, арақ алып кел, арақ алып келмесе үйге кірмейсің деп мені соғады. Ашып айтуға не істеп тұрмын. Еркек адамдарды қинайтын болды, зорлық көрсететін болды. Сондай әрекеттер жасайтын болды. Мен сол кезде мамаға айтатын едім, мама осындай ана аға деп, мен танымаймын ол аға, кім аға, өзбектер жүреді. Ана аға осындай жасады маған, осылай қинады мені деген кезде мама деген, кет ана жаққа бар, сен өтірік айтып отырсың деп мен соғатын болды. Тыңдамайды мүлдем мені деген. Ол жасамайды ондай нәрсені деп. 12 жасқа дейін маманың қасында қиыншылықтар көріп, шаңырақ деп айтылады бізде. Шаңыраққа түскен кезде мен қатты қуандым. Өйткені қарным тоқ, үстіме киетін киімім бар, сабағымды оқи аламын, достарым бар. Мен уже ашыла бастадым. Мен бұрын қатты тұйық адам болдым. Қазір де қыздар айтады ғой, біз қыздармен араласамыз бірге. Сен бұрын мүлдем спокойный бала дейді, өзімен өзің едің ғой деп. Қазір кәдімгідей ашылған екенсің дейді. Қазір деген андай өзіңді ойыңды нақты жеткізе аласың дейді. Мамам қасымда, алдым қасыма. Ішпейді, ішуін қойған, 10 жылдай болды. Кешірім сұрап келді, кешір мені деп. Сіздерден келіп, түрмеден шыққаннан кейін келді қасыма. Бірақ мен маманың қабылдардың алдында мен барлық ішімдегі айтып, мамаға айттым. Ішімде ұстап жүрген обидаларымды айттым. Мама, сен осындай жасайтын едің ғой. Ана кісі осындай айтты ғой, сен неге сол кезде мені қорғамадың? Неге сен менің сөзімді тыңдамадың деп. Барлығын ашып, мамаға ішімде обида қалып қоймасын бәрін айтып бердім, мама жылап тұрып. Мама да жылады.
кешірдім. Енді ана ғой все-таки, может, қателесті деп. Қазір жақсы, жұмыс жасайды, өзі бөлек тұрып жатыр, жұмыс жасайды, балдарға келіп тұрады, балдарға қарап тұрады. Әкемнің өзінің бөлек семьясы бар, бөлек отбасысы бар. Менімен араласпайды, мен телефон соқтым ғой, әке қалайсыз деген кезде, қызым маған соқпай ақ қой. Мен өзім отбасым бар, бала шағам бар. Сен бар екенін олар естіп, маған ашуланып жатыр деді. Маған хабарласпай ақ қой деді. Сосын жақсы дедім, араласқысы келмейтін адамға істемей ақ қояйын деп. Әкем қазақ, мамам орыс. Намазға келген кезде менде бір діни білім болған жоқ. Өйткені маған тек 5 уақыт намазды қалай оқу керектігін үйретті. И сол жаққа бара жатырған кезде маған айтты да, сол жаққа баруымыз керек. Өйткені ол жақта жақсы деп. Өзің мысалы қазір қарайсың көшеде саған адамдар деген бетіңе niqab таққанға сөйлеп жатыр ғой, көрдің ба деп. Ол жақта өйтіп сөйлемейді екен, ол жақта сен сияқты барлығы қара киімді жүреді деп сөйтіп айтты ғой. И сол кісінің айтқанына мен сеніп бардым. Шынымен де солай шығар деп, шынымен де сол мұсылман мемлекеті құрылған шығар деп. Енді олар мұсылман мемлекеті дегенмен бірақ ислам атымен жамылған мемлекет болды ғой. Ешқандай да бір дінді ұстанған мемлекет болған жоқ. Ол жақта да бір-бірін өлтіріп жатырғандар болды. Бір машинаны сызып кеткен үшін адамдар бір-бірін атып өлтіріп жатырғандар да болды. Бір дінді ұстанғандар болған жоқ та ол жақта деген бөліну қатты болды. Олар не үшін шақырды? Өйткені арабтар өздері соғысқысы келген жоқ та, осылай жан-жақтан адамдар шақыра бастады. Соғысқа барғанда да, сол мысалы күйеуім айтып отыратын болды маған, ренжіп айтып отырады, мына біздің әмір деп айтады да, біз басшылығымыз арабтар, біз көмек шақырған кезде бізге келген жоқ, біз шақырып жатырмыз, біз үстімізге лақтырып жатыр, біз подмогамызды шақырып жатырмыз, бірақ келген жоқ олар бізге дейді да. Бізді жеріп қойды просто дейді. И біз өзіміз жол тауып артқа қайтып келдік дейді. Мен айтатын едім, көріп тұрсың ғой сен деп, что олар әділсіздік жасап жатыр. Көріп тұрсың, олар сендерді бағанағыдай сендер өліп қалсын деп айтты, өздері барған жоқ. Неге сен соның бәрін көріп тұр, неге сен көзің ашылмайды деп, сен өзің айтып отырсың деп. Сосын айтатын, жоқ, мен сөйлестім, олай емес екен деп оправдание дейді оларға деген. Әкесі, шешесі болды, ол кісі қайтты 2014 жылы. Біз бара жатқан кезде ол кісі болған жоқ, қайтты. Әкесі жоқ. Қарындастары бар. Анасы қайтар алдында да қарындасын айтып кеткен ғой, ағанға жақындама деп. Аған теріс жолда жүр деп. Ол дұрысталмайды деп. Дұрыс айтқан ғой анасы. Анасы сезген ғой баласының қандай жолда жүргенін. Ажырасқан кезде сол үйге келді, сол ұрыс шықты, ұрыстан кейін ана жақ айтқан ғой, ол талақ бер осыған деп. Не ұстап жүрсің? Бере сал деп айтқан. Сосын келіп берді. Саған талақ берем болды деп. Өз өміріңді өзің көре бер деп. Мен енді жыладым, қалай өмір сүрем деп соны ойладым. Мысалы тек қана сол кісі мен тамағым әкеліп отырған сол кісі болды ғой, мен асырап отырған сол кісі болды да. Жалынып тұрып айттым, талақ бермеш маған деп. Мен ешқандай саған бір күнімді даже бара бер сол жақта, сол кісімен тұра берші деп. Тек қана мені асырап отыратындай или жол ашып бер, бір тауып берші бір мүмкіндік деп. Бірақ жоқ, айтты, саған талақ берем, болды, бөлек бара бер өзің деп. Жұбан жатақханаға тастап кетті, жатақханада жаттық. Бетіген келіп 3 рет талақ деп айтады, талақ деп болды, боссын деп айтады, бара бер деп. Мен заңда некеге тұрғымыз келді, мен жасым 17-те болғасын біз тұра алмадық. Заңда некеге, сосын 18 толғаннан кейін бірден біз уже Сирияға кетіп қалдық. Үлкен балам дүниеге келген кезде де, біз соңға барып мен баламның тегін берейін деп тұрғанда, мен айттым да, сен тегінді берейін балаға дегенде, жоқ, мен тегін бермей ақ қой деді. Сен өз тегінде қалай берсін бала деді. Балаға мен тегін керек емес деді, өзің тегін бере бер деді. Сосын күйеуім андай ол жақта андай бөлінеді ғой, әр топқа бөлінеді. Қазақтар, ұйғырлар, арабтар деп әр топқа бөлінетін болды. И біз в основном сол арабтардың тобында болдық. Арабтардың тобында мен күйеуім сол жақта бұл должностьқа ие болған, арабтардың арасында. Айналған күле арабтар болды. Қазақстаннан сұрайтын ақша жоқ, сосын ол жақта ай сайын ақша төлейтін болды. Жақта күйеуін бар болса төлейді. Күйеуін соғысқаны үшін төлейді. Мен күйеуімен тұрып жатқан кезде біз ақша алып отырдық. Одан кейін, уже ажырасқаннан кейін ақша жоқ, бірақ та біз жатақханада жатқан кезде бізге тегін тамақ әкелетін болды. Сол тамақты келеді, мысалы бір жатақханада біз 50 адам болсақ, 50 әйел и бірнеше бала болса, соның барлығымызды өзара бөлісетін болдық. Уже сонда біз аштықтың кезінде андай на выживание болды ғой. Кімде ақша бар, сол тамаққа алады. Тамақтар келеді,
кіреді, ана ауылға тамақтар келеді, үлкен фурамен тамақтар келетін болды, КамАЗбен, фурамен, бірақ та бағасы өте қымбат болды. 1 килограмм шекері мысалы 10 мың теңгеден сатады, бір пачка сүтті 20 мың теңгеден сатады. Сондай енді өзінің серийный ақшасы болды. Ақшасы барлар алады, ақшасы жоқтар алмайды. Немесе жолды жабайын деп, бізде аштық не үшін болды? Өйткені жолды жауып тастады ғой жан-жақтан. Жолды жабайын деп жатырған білген адамдар алдын ала тамақты закупаться етіп қойғандар болды. Біз ондай істеп үлгерген жоқпыз, бізде болған жоқ. Андай моменттер болды, бір фуралар келеді, бос қалып қойған, водителі қайтқан, сол тамақты алып кету керек. Сол тамаққа барасын алуға. Бірақ барған кезде жан-жақтан оқтар атып атады, бомбалар лақтырып жатырған. Бір случай болды, сол тамақ алып кетірген фура, водитель ранен болып қалып қайтқан ғой сол жерде. И фура бос қалып қойды. Ана тамақты алу керек. Бір сөзбен айтқан, біз сол фураның тамақты ұрладық қой, барып соны алдық. Сол кезде ана жан-жақтан адамдар атып атады, сол әскерлер. Біз андай ортамызда тек қана өзен болды. Олар өзеннің ар жағында, біз өзеннің бер жағындамыз. Сол жақтан ататын болды бізге деген. Біреу бір қап шекер алып кетеді, біреу ұн алып кетеді, біреу семшік май алып кетеді, соны бір өзара бөлісетін болдық. Сен маған семшік май бер, мен саған ұн беремін деген сияқты сөйтіп бөлісіп, сөйтіп күн көретін болдық. Су алуға барамыз, мысалы, ол жақта андай питьевой су жоқ қой, өзеннің суын ішеміз. Сол судың алу үшін де судың ар жағына тұрып атады бізге қарай. Біз сол суды бірдеме етіп, ішімізден дұғамызды айтып, сол жүріп барып, сол бір шелек су алып келеміз үйге. Тығылып, қашып, әйел, бала, шаға, еркек адам қарамайды, ата береді. Өзімнің көз алдымда мен су алатқан кезде бір еркек адамды су алатқан кезде атты, сол еркек адам сол жерге қайтты прям. Сол кісіге тиіп тұр ғой, маған тимей. Бала жүрма, әйел адам жүрма, жайықтың жағасында көбінесе әйел адамдар жүреді, су алады, кір жуамыз деген сияқты қарамайды, ата береді. Біз ағаштың артына тығылып тұрып, сөйтіп алатын болдық суымызды. Андай момент болды, су алуға бара жатқанда үйде балаларыма айттым, ешқайда шықпаңдар деп, болмайды шығуға деп, өйткені палатканың ішіне тұрып та басын шығаруға да қорқынышты, өйткені ар жағынан көріп қалса ататын болды. И 3 жастағы балам маған қатты жақын бала болды. Мен құттай есігіне шығып кетсем, артынан жүріп мені іздейтін бала. Әлі күнге дейін сондай. Бара жатқанда мама қайтпасың, қашан келесің деп сондай іздейтін бала, өзім жақын маған. И мен суға бір шелек суымды алып суға барып келемін, осында отырыңдар, ешқайда шықпаңдар деген кезде жүріп барып, тығылып, ағаштың арасымен тығылып, суымды алып, не істесем, балам келе жатыр екен. И баламның жанынан бана оқтар ұшып жатыр ғой. Қатты қорқып кеттім. Андай баланы періште сақтап қалып тұр ғой. И балама ешқандай оқ тиген жоқ. А балам мама деп жылап мені іздеп жүр екен. Мама қайдасың деп. Соны көріп, андай баламы жүріп барып үйге алып келіп, андай Аллахқа үлкен рахметімді айттым ғой. Алла деп, мен балам сақтап қалғандай. Өйткені мен көріп балам деген жанынан бүйтіп ұшып жатыр да, нелер деген, атып жатыр ана жақтан деген. И балама тиген жоқ қой, ондай ешнәрсе деген. Бір сол балам бірақ аяғына жарақат алды. Аяғы мына жерін кесіп кетті. Андай далада тамаша отырған кезде қасымызға үлкен бір самолеттің бомбасы емес, бір андай айтады, бір бомба айтады, сол қасымызға түскен кезде осколкілер ұшады ғой, сол ұшып баламның аяғына тиген екен. И мен балдарды жинақтай алмай жатырмын, біреуін алып кетіп жинақтап жатқан кезде ана балам қарасам, қатты бала шыңғырып жылап жатыр екен. Осы мен мына бомба лақтырғаннан қорқып жылап жатқан шығар деп, болды деп не істеп жатырмын, қоя ғой деп. Ол бала аяғына жарақ кесіп кеткеннен жылап жатыр екен. Сол жерде аяғын байлап, не істеп бердім, перевязка жасап бердім. Әлі күнге дейін аяғында шрамы тұр, кесілген. Өзі сұрайды, мама, мына аяғыма не болды мына жерге деп, қайдан шыққан мынау деп. Өтірік айттым, кесіп алдым құттай кезінде байқаусыздан деп. Қиыншылық тек баланы сағыну. Психологтар келеді аптасына 2 рет, 3 рет, психологтар келеді, менімен жұмыс жасайды. Енді ол жақта мен сабақ өттім ғой. Мен сол өткен сабақтарымды олар маған дұрыстады. Сен осыны дұрыс түсінбегенсің, осы жерден адасқансың, осы жерден қателік жібергенсің деп. Діни сабақтар, және мен мысалы хадис, аяттарды біз мысалы басқаша түсінгенбіз ғой. Біз қатты андай
бізге енді осылай болмайды, біз енді жестокость келеді екен ғой. Бірақ дін деген ол мейірімге толы дін ғой. Ислам діні ол мейірімге толы да. Бізде дінде деген өз-өзін өлтіру деген жоқ. Бізде ол жақта ана Сирияда айтатын болды да, өз-өзіңді өлтіріп жарылсаң, сен жәннатқа түсесің деп. Маған теологтар түсіндірді да, сен өз-өзіңді өлтірсең, сен жәннатқа түспейсің деп. Сен ол нәрсені дұрыс түсінбегенсіңдер деп та. Мысалы аяттарды бізге қате түсіндірген ғой. Андай бір сөзбен айтқанда бізде жестокий адам тұрған ғой олар деген. 3 жыл түрмеде енді қатты қиыншылықтар болған жоқ. Тамақтар передача тасиды ғой, енді туысқандарым ешкім болмағасын, таныс қыздар таситын болды. Осыны 7-ші үйде бірге өскен қыздар таситын болды. Осын теологтар әкеліп беретін болды тамақтарды. Балдармен сөйлесетін болдым. 2 айда бір рет балдармен сөйлесетін болдым. Сол жақта жұмыс жасадым, тігінші болып. Тігінмен жұмыс жасап, балдарыма алимент төлейтін болдым. Алиментін беріп қойды. 3 жылдан кейін, бостандыққа шыққаннан кейін, бірден балдарымды алуға жұмыстандым. Жұмысқа кірдім, жұмысқа орналастым. Осы Шапағат қоғамдық қорында жұмыс жасадым. Теологтармен бірге, оқушылармен, мектеп оқушылармен, студенттермен, халықпен кездесіп, оларға осылай өзімнің өмірімді айтатын болдым. Мен осылай адастым, мен дінге осылай келдім, мен сияқты адасып кетпеңдер, ата-аналармен ақылдасыңдар. Өйткені ешбір ата-ана сен намазға қарсы болмайды, намаз оқыма деп айтпайды. Олар сен теріс жолға көтіруден қорқады, адасып кетпесінші мен қызым деп. Менің көрген нәрселерімді қазіргі жастар көрмесінші деп. Өйткені қазір жастар өте көп орамал тағып жүрген, оларды әлі жас қой олар деген. Как мені алдап алғандай, оларды да тоже алдап алу өте оңай. И мен как пример ретінде оларына шығатын болдым. Әр шығып өзілай айту маған қиын. Каждый вспоминать етесің, баламның қайтқанын айту, қайта жылау маған қиын, бірақ та мен жеткізгім келеді оларға деген. Өйткені Сирия баратын жер емес та. И намазға келген кезде адамдар деген үйрену керек бірінші. Не үшін намаз оқып жатырмын, дін деген ол не нәрсе деп. Мен мысалы үйренген жоқпын да, тек намаз оқыдым да, и неке қойып кеттім, сол кісінің айтқанын мен жүретін болдым. Ол не айтады, ол қандай кітап алып келеді, соны тек сол кісінің айтқанын, сол кісінікі дұрыс, қалғаны қате деп айтатын болдым да. И мен оқушыларға соны жеткізгім келді. Жұмыс жасадым. Қазір бірақ үйдемін, бала шағаммен үйде отырмын. Кейде болады, шараларға шақырады, шараларға келіп, қатысып кетсем деп, или жекеше шақырады. Болады, кейбір қыздар мысалы, жеке отырып түсіндіру керек ол қыздарға деп. Сол кезде тоже барамын, оларға айтамын. Сенде возможность бар кезде тура жолға түс деп. Менде кезінде осылай мен алдыма ешкім келген жоқ. Ешкім келіп мен алдыма сен Вероника адасып жатсың, Вероника сен тура жолда емессің деп ешкім айтқан жоқ. Ал мен сен алдыңа келіп тұрмын. Сол себепті мүмкіндік бар сенде тура жолға түсуге деп айтамын да. Әлі күнге дейін орамалдамын, намазымды оқимын. Бірақ та болады ғой, кейбір діни сұрақтар болып қалады да. Мысалы, ораза қалай ұстау керек, қалай намаз оқу керек деген кезде мен уже интернетке жүгінбеймін. ютубқа кіріп, қалай дұрыстап оқу керек демеймін, мен сразу теологтарға телефон соғамын. Менде осындай сұрағым бар еді ғой деп, соны қойғым келіп тұр сізге деп, сол сізден білгім келіп тұр деп айтамын. Бізде қазақстанда рұқсат етілген имамдарға немесе сайттар бар, рұқсат етілген. Сол сайттардан кіріп, инстаграмда сайттар бар ғой, солаған кіріп қараймын да. Өйткені қорқам қайтып, сол теріс неге түсіп кетпейінші деп, сол кісіден сұрап аламын. Мазхаб ұстанамын, Абу Ханифа мазхабын ұстанамын.